Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Сіздермен бірге Тұғырлы тұлға бағдарламасы, бағдарламамыздың кезекті кейіпкері Жайдарман жобасының жетекшісі Есентүгел Елуке мырза. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Есентүгел деп адамды шошып жібердің ғой. Көп адам айтпайды Есентүгел деп. Сұхбатымызды бастамас бұрын бүгінгі бағдарламамызға демеушілік жасаған Ақтөбе Асфальт 2006 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қалауов Рақымжан мырзаға шексіз алғысымызды білдіреміз. Құрметті ақтөбеліктер, егер сіздердің аулаларыңызға, көшелеріңізге, немесе көлік тұрақтарыңызға, немесе жеке кәсіптік мекемелеріңіздің алдына асфальт керек болатын болса, міндетті түрде төмендегі номерге хабарласыңыздар. Ақтөбе Асфальт 2006 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі сіздерге міндетті түрде сапалы қызмет көрсететін болады. Менде математикадан мектепте ауылда жүргенде Алма деген апай берген. Ол кісі бар. Сол кісі Есентүгел деп айтқан, ол бір кішкене әдемілеп жеткізетін еді. Содан кейін Есентүгел деп айтқан осы сайлаудың кезінде бір-екі рет айтты, сонымен болды. Содан мен айтып тұрмын ғой, иә? Сен де бір андай сенімсіз айтып тұрсың. Мындай бір ресми. Сол, аманбыз, саумыз, рахмет Нұрсұлтан. Аға, енді Ақтөбемізге қош келдіңіз. Жиі келіп тұрасыз ба? Жиі болғанда енді қазір жас келді. Жас енді бір андай той, томалақ, садақа, ас сондайға келетін жастамыз қазір. Сондықтан енді менің бүкіл былай туысқандарымның, тумаларымның 90% осы Ақтөбеде, сыныптастарымның да біраз бөлігі осы жерде. Сондықтан енді барлығының тойына бірдей келмесем де, әйтеуір шама шарқымша ешкім ренжімейтіндей, мысалы 3 баласының бір тойына келіп кету деген сияқты келіп тұрам. Биылғы жылы, мысалы таңертең келіп, кешке қайтып кетіп жатқан кездерінде болған. Жиі сол. Енді былай жұмыспен онша көп келе бермеймін. Енді Ақтөбеге әр келгеніңіз сайын бір өзгешелік бар ма? Білмеймін. Ондай қатты өзгешелік байқамаймын. Мен негізі өзім Ақтөбеде 4 күнне немесе ең көбі сол 4-ақ күн болған шығар. Жалпы Ақтөбе қаласында, енді ауылда боламыз. Жалпы ауылға жету де бір мұң, сөздің ашығы. Өзіңіз шалқардықсыз, Ақтөбенікі де болып есептелесіз ғой? Негізі мен өзім Ақтөбе қаласын, енді тума-туыстарым бар, не бар. Мен балалық шағым, жігіттік, яғни жастық шағым Ақтөбеде өтпеген. Ақтөбенің өзін сол 2000 жылдан кейін бастап біле бастадым. Мысалы, мен енді студенттік шағым Шымкент қаласында болды, Алматыда жүрдім. Басқа еліміздің ірі қалаларында көп болып жүрмін, бірақ Ақтөбені әлі бір толыққанды білмеймін. Енді туысқандар тұратын жерлерді ұлы жобасымен білем. Бірақ ана жағы, мына жағы бір алыс болып кететін сияқты. Бір жақтарда бір жаңағы мөлтек аудандар салып тастаған, бір жағында жеке үйлер, мен үшін түсініксіз жағдайлар көп. Енді жамандап жатқан жоқпын, жақсы болған қалаймын ғой. Әйтеуір ең бастысы осы Ақтөбенің аудандарында жаңағы Жайдарманнан шыққан, жалпы ағайын туыс болып кеткен, жақын бауыр болып кеткен жақындарым өте көп. Енді әрбір өңір өзіне шыққан тұлғаменен мақтанып жатады ғой. Жалпы Ақтөбенің сізге деген қарым-қатынасы қалай аға? Құрметтей ма? Жоқ, енді барлық жер құрметтеп жатады ғой. Мен енді мынау жаман, мынау жақсы деп айта алмаймын. Әйтеуір келген кезде барынша құрметтеп жатамын. Ауылда жақсы, Шалқарда. Енді Шалқардың өз басында да оқыдым ғой, 1-2 жыл болса да. Сондықтан мен енді көбінесе өз ойымды, өз немді сол Шалқарға көбірек салам, Ақтөбе қаласынан қарағанда. Сосын мен жалпы былай өз басым аса қатты бір бөлінгенді жақтырмаймын негізі. Мен үшін Ақтөбе не, мен үшін Шығыс Қазақстан не, мен үшін Маңғыстау, оны бөліп жармаймын, себебі барлық жерде қазақ бірдей, барлық жерде бауырмыз, барлық жерде анау Сабырадай ағамыз айтады ғой, әр қазақ мен жалғызым. Мен де пафосын естілуі мүмкін, бірақ шынында да солай. Біздің тәрбие солай болды ма, сондықтан да сол мен тек бөлектеп осы Ақтөбені ғана әспеттеп, басқаларды төмен түсіргім келмейді, барлығы бірдей.
бірақ енді туған жерім әрине ыстық. Оны мен қазір алып тастап мен басқа жерге кете алмаймын. Иә, өзінің еркелігі бар, өзінің тентектігі бар, өзінің мінезі бар, өзінің әңгімесі бар. Ол бөлек вайб қой. Рахмет. Аға, енді отбасыңызға келсек, балалық шағыңызға келсек, 11 ағайындысыз. Иә. Сіз 10-шы баласыз. Иә. Шопанның баласысыз. Енді бір осы жөнінде айта кетсеңіз, неге осы қазақта ер төстік сияқты соңғы балдар, 10-шы, 11-ші балдар топ жарып тұлға болып жатады осы? Осының сыры бар ма? Оны мен сырын білмеймін. Енді жалғыз мен емес, менің үлкен аға әпкелерімде өздерінің әрқайсының өзінің орны бар. Мүмкін енді бір жаңағы республикалық деңгейде немесе облыстық деңгейде емес шығар. Мысалы, менің ауылда апам қатты белсенді, осында да бір апам тұрады, мектепте жұмыс жасайды. Ол кісі де белсенді, өзінің мектебінде кәдімгі көп шара бар. Жалпы біздің үйдің қыздары, балалары әрқайсысы өзінің орнын тапқан, әрқайсысы өзінің ортасында белсенді. Менікі енді кішкене шығып кеткен шығар, мүмкін менің маңдайыма жазылған сол шығар. Сондықтан да жалғыз мен ғана белсенді болып, қалғандары үндемей қалды деп айту кішкене келіңкіремейді. Неше ұл, неше қызсыздар? 4 ұл, 7 қызбыз, бірақ өкінішке қарай ең үлкен апам 42 жасында қайтыс болды, сосын ең үлкен ағам ол кісі 34 жасында қайтыс болды. 33 жасында қайтыс болды. Енді олардың да балалары бар, бәрі жетілді, бәрі өз орнын тапты. 30-40-қа жуық немересі бар. Енді жиен деп бізде білмейді ғой ауылда өйтіп. Сосын бір 60-тан аса шөбере бар. Әке шешем өмірден қайтты. Сол қара шаңырақ еді, ауылға барып. Әлде де ауылға барып тұрамыз, жылына 2-3 рет. Әкемнің інісі және жеңгеміз, ол кісілер де осы жақында дүниеден өтті. Енді соңғы інісі бар, жеңгеміз бар, олар осы Ақтөбе қаласында тұрады. Жалпы Елеукеновтер дейміз ғой, енді Елеукеновтердің бір ерекшелігі барлығы 80-нен асып, 80 жастан толып, асып барып өмірден қайтып жатыр. Енді соңғысы жеңгемізге де айтқан, өткенде әзілдеп, сіз 80-ге толыңыз, бұлай болмайды деп. Енді Нұрсұлтан, білесің бе, ауылға барған кезде ойын көтеретін. Енді мен кіші баласы болғанмен, әкем 31-ші жылғы енді жеңгелерім қазір бір мен өзіммен қатар тетелес жеңгелермен аса қатты ойнамағанмын. Мен үлкендеу, енді әкең үлкен болғаннан кейін ойнай беретін. Қазір мысалы еркелеп барып ана алдыңнан құшақтап айналайын деп сәлем салып ойнағанды көтеретін жеңгем азайып қалды. Бұрын ауылға барғанда әрқайсысына бір еркелеп, өзіміздің бір қазақтың бір керемет несі бар ғой, жеңгесімен қайнысы, жаңағы жездесімен балдыз деген сияқты сондайларды кейде аңсаймын. Біздің ауылдың, шалқардың енді әзілдері мүлдем басқаша ғой. Кейде қатты да кетіп жатамыз, кейде жеңіл де кетіп жатамыз, осындайды аңсайсың. Кейде жетіспейді сол. Себебі басқа енді аймақтарда бір әзілдесесің ғой, бірақ дегенмен ол есеппен отырасың да, ана жерде есеп жоқ. Себебі сені білет, бала кезден бұтыңда дым жоқ кезден, лыпа жоқ кезден бастап білет, онда айтып қалады, сен де былай айтып қаласың. Оның бәрі әрине өзінің шекарасы бар, бірақ дегенмен ол бір басқа дүние. Қазіргі балалар оны түсінбейтін шығар. Ондай жоқ, себебі заман басқа ғой қазір, енді оны қазіргі балдар мынадай деп кінәлау жоқ. Бірақ осыны бұл да бір бақыт сәт деп қабылдау керек. Қайтып келмеске кеткен бірақ, Жоқ, әлде де болса бар. Балдар олай бұрынғыдай Жоқ, ол кезде сондай болды енді. Аға, енді 50-ден астыңыз, ел ағасыз ғой. Енді жалпы жас ұлғайған сайын адам өзі балалық шағын, жас күнін, ауылдағы ата-анасының құшағында жүрген сәттерді сағынады дейді ғой. Жалпы көзіңізді жұмған кезде көзіңіздің алдыңызға не келеді? Кімді сағынасыз, нені сағынасыз? Ата-анам негізі өте әкем марқұм ерте жұмысқа араласқан. Негізі егер сол кезде ата-анасы рұқсат еткен кезде ол кісі мүмкін жоғары оқу орнында оқып бір белгілі дәрежеде, деңгейде үлкен бір
ғылыми бір ғалым болмаса да белгілі дәрежеге жететін адам еді. Негізі сол жаңағы мал дәрігері техникумын бітірген. Сонымен сол ертерек бастаған. Мысалы 60 жасқа дейінгі келсе де кез келген малдың қалай ауырып тұр, қалай болып тұр, бәрін бір кісіден бірден айтып беретін еді. Енді мамам өмір бақи 11 бала ғой, қайбірі шығып жұмысқа шығады, сол үй шаруасымен өтті, осының бәрін үйлестіруді оңай емес. Екеуі де өте қарапайым, екеуі де өзінің ортасында, ауылда, туған туыстың арасында өте беделді, былайша айтқанда ел тыңдайтын сондай адамдар болды. Менде сенбесеңіз ауылға барып сұрасаңыз болады. Сонымен қатар әкем енді әкесі ерте қайтыс болып, содан кейінгі бауырларына қараған, барлығын аяқтандырған. Сосын әкем марқұм әйтеуір мен есімде әйтеуір осы ағайын туыс, жан-жақ, сосын өзінің өкіл балдары да көп еді. Үйге келіп тұрады ғой, әлімге үшін араласамыз. Солардың барлығының құдалығында әкем мен шешем алдында жүретін еді. Кез келген жерде әкемнің бата берген кезде баталары көбінесе бір-біріне ұқсамайтын, сондай бір ағылып елдің алдында сөйлеген кезде біз оның былайша айтқанда тырнағына да татымаймыз. Мен өз басым ондай ағылып сөйлей алмаймын. Кейде ана бір балдар болады ғой, балалар әдемі сөйлеп жатады. Ол сол атасының қасында жүріп, әкесінің қасында жүріп, мен әкемнің қасында көп болмадым. Өткенде бір сұхбатта әкеммен көп сөйлеспеппін деп айтыппын. Ол жалғыз тек менің басында болған емес, ол барлығында сондай екен. Барлығы сол атасы мен әжесінің. Енді мамаммен енді жасы жеткеннен кейін анаммен көбірек сөйлеуге тырыстық, көбірек әйтеуір не жасауға тырыстық. Соңғы өмірін кетіп бара жатқан кезде де әйтеуір бақылдасып өттік қой енді. Әйтеуір бір ең үлкен апамның баласы сол біраз жүріңкіріп қалды, андай үйленбей. Соны үйлендірдік. Үйлендіргеннен кейін бірден кәдімгі барлық миссиясын орындаған сияқты анам кішкене көп сөйлемей қалды. Содан шығар деп ойлаймын. Сосын отыратын еді, ана балаға көмектестің ба, ананы қарап қой деп. Олар метеме ол 40-қа келген, 30-ға келген бала ғой деп. Мен мысалы ешкім мені Шымкентте оқып жүргенде, Шымкентте жұмыс жасап жүргенде ешкім мені мойнымнан сүйреп, анаған таныстырып, мынаған таныстырған істеген жоқ. Көбінесе сол өз күшімізбен, өзімнің қасындағы балалармен, сол жердегі ағалармен әйтеуір бір жобаға келіп осы дәрежеге жетіп отырмыз ғой. Сондықтан да мен бір ағаларым алып келді, анау алып келді. Енді сыртымнан тілекші болған шығар, қолынан келгенше көмектескен шығар. Соны айтамын ғой мен анама. Сөйтсем, ол әлі шейін олар үшін балада қызық сол. Енді сағынғанда анамды көбірек сағынам. Әкем де есіме түсіп тұрады. Сосын кейде ана жылда барған кезде, барынша ауылға барған кезде енді мал баққан, қой баққан, жылқыға шыққан, жылқыға көп шықпасам да әйтеуір барып тұратын жерлерді мүмкіндігінше аралап қайтам. Бұрын бір жеткізбейтін жерлер еді, алыс көрінетін. Қазір барсам кәдімгі кіп-кіттай тау, енді үлкен тауларды көріп жүрміз, үлкен суларды көріп жүргеннен кейін шаршаған, бірақ енді білмеймін, бір ыстық сезіледі бар енді. Сағыныш ол ата-анаға деген бауырларымызбен жиі басып тұрамыз. Қазір енді әлеуметтік желі дамыған ғой. Ондай бір қатты баяғыдай хат жазатын заман емес. Қазір бір бет аузында жаңағы әлеуметтік желіде бір топқа кіріп алып көріп те тұрасың. Сосын енді бақытыма қарай деп айтайын, сыныптастарым да өте жақсы болды. Біздің сынып енді ауылдағы, мен өзім 3 мектепте оқығам, әсіресе осы Шетірғыздағы Қаратоғайдың басында оқыған класстастарымызбен өте жақсы қарым-қатынастамыз. Балдар да белсенді. Енді оны мен біраз жерде айтып жүрмін. Негізі ауылда сол класстастармен, сыныптастармен отырған кезде, сыныптас дегенге әлі үйрене алмайтын, кешір, кейін қосылған сөз ғой. Солармен отырған кезде ана жігіттердің әңгімесі, ана жігіттердің қағытпалары, мен оның шаңына да ілесе алмаймын. Мен де өзімше бір әзілдесем ғой, енді бір тістеп қалатыным бар, бірақ
аналардың әңгімесі бөлек. Жалпы кейде бір ой келеді, әлде де көзі тірі ғой, көбісінің жаңағы деген екен деген кейбір нәрсемен біздің ауылдың өзінде бір 10 шақты персонаж бар. Соларды алып қағаз бетіне түсіріп шығарса, ол өте мықты дүние болар еді. Мен кейде соны ойлап та қоямын. Енді жас кезде көп ойланбайсың, жас келген сайын соларды ойланасың, бірақ бұрынғыдай не жоқ, күш жоқ. Бұрынғыдай бір анау мынау деймін, бұдан да басқа фокустарың толып тұрады енді. Бірақ бұл да бір ойда жүрген дүние. Енді сол сағынғаным, сағыныш енді өмірден өтіп кетті. Анамның еркелеткені сағынады. Кейде бір болады, енді жасым 40-қа келсе, 45-ке келсе де кейде бір қиналып қаласың ғой, өміріміз ғой, біздікі бәрі идеалды емес, олай ойламаңдар. Сол кезде бөлек шығып, жаңағы мамама звондап, қоңырау шалып, мен еркелетші деймін да. Сосын ана кісі еркелетті, айналайын, Ақтойдан басталады. Сосын мен мықтымын ғой деймін да, ол кісі айтады, сен сөз жоқ мықтысың дейді. Мен бәрін жеңем ғой десем, жеңесің дейді. Болды деп қоя саламда, сол мотивациямен алға кетемін ғой. Сондай сәттер жоқ қазір. Енді апаларыма еркелеймін, апаларыма да хабарласам, бәрі айналайыннан бастайды. Қазір 6 апам бар, Құдайға шүкір. Барлығы еркелетеді, бәрінің өз орны бар. Солай. Мен енді тағы сөзімді көп білемін дәрежемен. Мен ақыры шақырдың ғой. Мен жалпы былай мынаны түсінген дұрыс. Алдыңда сені еркелететін, алдыңда саған кішкене болса да ақыл айтатын, мүмкін 1-2 жас үлкен болса да ағаң болсын, бәрін қадірлеп өтіңдер. Бәріне уақыт мынандай бір сырт тастамаңдар. Себебі ол өз керек дүние, ол сенің айналаңның бәрін жинақтап әдемілеп беріп тұрады. Сенің адам марқаяды ғой, адам деген жақсы сөз, ол жақсы жарым ырыс дейді, анау жақсы энергия, адамға бір күш қуат береді, жаныңды қоршап тұрады. Сондықтан да елең қылмай, бәріне барынша уақыт бөлуге тырысыңдар. Біздер енді көбінесе жұмыс істейміз, тіршілік дейміз да, тума ағайынды көбінесе ұмытып кетіп, бүкіл жаңағы ойымыздың бәрін жұмысқа салып жүріп жатамыз ғой. Бірақ кейіннен арамыздан кетіп қалғасын барып, қап соның неге қадірін білмедім, қап неге осы жерде осылай жасамадым деп өкініп жатамыз. Оны саған жаратқан иеміз соны арнайы алып береді, сенің сол кезде қай деңгейде екенін көрсетіп береді. Сондықтан енді ол енді жассыңдар ғой, қайда уақыт өте келе. Жалпы біздің заманымызда бір жақта мысалы үшін біреу қайтыс болса, бір жаназасына үлкендер ғана баратын еді ғой. Жастар көп бармайды. Қазіргі кейде қарайсың, жастар толып отырады бірге. Мен енді оны кішкене ерсілеу көремін. Ол жерде үлкендер жүру керек. Сосын жалпы өз басым енді барынша біз ана ұрпақтамыз. Мысалы біреу қайтыс болса, телефонмен, жаңағы WhatsApp-пен арты қайырлы болсын деп айта салмаймын. Әйтеуір қолымнан келгенше көріп, көзбе-көз отырып, жаңағы өзіміздің ниетімізді, немізді білдіреміз. Барынша осындай біреу қайтыс болғанда содан қалмауға тырысамын. Осы елге келгендегі ең бірінші шаруам, мысалы 5 күнге келем ба, 2 күнім осындай әркімнің үйіне кіріп, қайыр болсын айтып, кіріп шығып, көңіл білдірумен уақытым өтеді. Ол енді бір міндеттену емес, бірақ біз солай тәрбиелендік. Мынау енді көбінесе айтып жатады ғой, жаңа елдің алдында жүргендер, әкем кезінде осылай деуші еді, анам осылай деуші еді, сол сөзі мәңгілік есімде жүрді, соны жасағанымның арқасында осындай дәрежеге жеттім дейтін. Сол анаңыздан қалған бір нақты мындай дейтін еді, әкеңізден қалған былай дейтін еді деген бір сөздер бар ма? Кейінгі ұрпаққа іліп. Мен кейде айтамын да әке-шешеме, неге бізді айтқам кезінде, неге бізді бір басқаша тәрбиелемедіңдер? Біздің үйден қонақ үзілмейтін еді. Енді ауылда отырасың, ауылдан өтіп баратқан машинаны өзін тоқтатып, шақырып, шуат беретін еді. Кейде жаңағы мал сойдырып, бір күнде 4-5 қой сойған кездеріміз болады. Себебі бас керек қой. Енді бас болмаса болмайды деп сондай. Енді өте не болды? Көпшіл болды. Жаңағы барынша жан-жағына көмектесті. Мен де сол әдет шыққан сияқты. Енді жалпы айтады ғой,
балаға ақыл кеңес айтып бірдеңе бергенше өзің қалай жүресің, балаң да солай жүреді. Ұяда не көрсе дейсіз. Иә, солай болады. Сондықтан енді жалпы мен сол кезде айтатын едім, неге бізді арамдыққа үйретпедің, қазір шалқып жүретін едік деген әңгімені айтсаң, жоқ, керегі жоқ, Құдай өзі жеткізеді. Ең бастысы көңілің таза болсын. Сосын әкем марқұмның, жалпы біздің отбасының нелері көп болды. Таныстары. Тіпті біздің үйге жүн жинайтын шешен азаматы болды, солда келіп тұратын еді. Осы шалқардың басында тұратын бір орыс ағай болды. Балалармен келетін, аналар біз тілімізді бір-бірімізді түсінбей жүретін. Осындай таныстар өте көп болды. Жағы. Оны қалай еді? Жора жолдас. Иә, бірге сондай адамдар өте көп болды, көпшіл болды. Айтатын еді, Құдай өзі жеткізеді. Сондықтан да қазіргі таңда менде де шүкір, ол жолдас па, дос па екенін мен ажырата алмаймын, бірақ сәлемі түзу, маған тілеулес, мен де тілеулес, ондай Қазақстанның, жалпы әлемде ондай адамдар мен үшін көп. Кейде жай ғана қарапайым ғана тілеуін білдіріп, өзінің жақсы сөздерін айтатын адамдар менің ортамда әзірге жетеді. Құдайға шүкір. Ол шалқып жүріп, жағдайына ғана қарап дос болатын адамдар бар, бірақ ол жоқ болып кетсе, ертең бәрі жоқ болады, ол сонымен қатар. Құдайға шүкір ондай емеспіз. Сол әке шешеміздің арқасы. Аға, енді қой баққан адам ой бағады дейді ғой қазақ. Жалпы кезінде енді қойшының баласы болғасын, қой баққан шығарсыз. Сол қойдың артында жүріп, болашақта нені армандадыңыз? Сосын сіз армандарыңызды жазуды әдетке айналдырады екенсіз, жазып қояды екенсіз. Енді сол жазып қойған бала кездегі армандарыңыздың неше пайызы бүгінде орындалды, неше пайызы орындалмады, және алда қандай армандарыңыз бар? Мүмкін ертең 80-ге, 90-ға келген кезде Есеннің арман дәптері деген бір кітап шығуы мүмкін ба? Кітап шығу қиындау. Армандарының бірі, мен сол кезде мәдениет және тұрмыс, кейін Парасат деген журнал болды, Қазақстан әйелдері, Жұлдыз, Жалын деген журналдар болды. Менің арманым сол кезде бүкіл Қазақстанды, жалпы елді аралау болды. Мен соның бәрін араладым. Мен де Қайрат Нұртастан кейінгі екінші адам шығармын. Қазақстанның барлық елді мекенін аралап шыққан. Аудан орталықтары бар, енді бір-екі аудандар, бірақ барлығын бірдей аралап шықтым. Содан кейін тағы бір арманым осы ойынды, яғни Жайдарманияда КВН ғой, 86 жылы 6 сыныпта жүрген кезде оқып өте қатты қызықтым. Жалпы мен сайысқа түскенде, бәсекеге түскенде өте жақсы көремін. Бәсеке арқылы енді жас кезде намыстанасың, жылайсың, кіжінесің. Енді спортта ондай жолым бола қойған жоқ, бірақ спорт емес, білім жағынан, осындай ұйымдастыру жағынан ерекшеленуді жақсы көрдім өз басым. Және өзіме сондай қойып, оның біразына жеттім. Енді арман демекші, сол елді аралау барлығына жеттім. Осы ойынды армандадым, оны да белгілі бір деңгейге жеткіздім. Енді қой бағып жүрмесем де, кейінгі уақытта осы түркі тілдес елдері, қазаққа жақын ұлттар арасында ойындар жасағым келді, оның бәріне жеттім. Сосын енді кішкентай кезімізде мен енді ол арманым орындала қоймас. Ол бір кішкене ыңғайсыздау арман. Мына картаны Қазақстанның айналасынан басқа жерлерді бетеп қосып, Қазақстанды көбейтетін, ол енді ұяттау. Сосын мына тарихты жақсы көрдім. Бейсенғали деген атамыз болды, әкеміздің бір ағайын, енді біздің рудың адамы. Сол кісі 8-ші класс оқып жүргенде ме, 9 оқып жүргенде ме, ауылға келіп 3 күн жатты. Әкемнен бір 3-ақ па 4-ақ жас үлкен, сол кезде жасы 60-тан енді асқан кісі, 60-қа енді келген кісі ма. Бірақ ол кездегі 60-тағы 50-ден асқан кісілер кәдімгі кішкене ата сияқты да. Қазір біз мысал үшін отырмын, мен 50-ге келген, сол кісіден бір 4-5 жас кіші шығармын, бірақ өзімді әлі ондай қоймаймын. Заманына сай, жаспын деп айта алмаймын енді. Сөйтіп, сол кісінің біраз айтқан әңгімелері ойымда қалған, шежірен тарқату жағынан. Кейін сол кісінің айтқан әңгімесі бойынша, мысалы, ата-бабамыз жүрген, Қарақалпақстанда
біраз жыл тұрған аталарымыз бар, соны біраз қарап жаңағы зерттеп қайттым. Енді жалпы қызыққан нәрселердің біразына жеттім. Кейбіреу енді қол жетпейтіндей нәрсе, бірақ ол арман, қиял деген өзі адамды жетелейді ғой. Анау Мұқағалидың әңгімесі бар ғой, арман жоқ адаммен дос болма деп. Жалпы армандау керек. Қазір мысалы енді балалық кезде арманым ол спорттық комментатор болып еді. Кішкене ыңғайсыздау мамандық болса да, бірақ оған да жеттім. Қазіргі таңдағы осы белді болып жүрген барлық спорт комментаторлар, бауырларым, бәрімен жақсы араласам, арасында өзімдегі бір қонақ болып кетемін дегендей. Қой баққан кезде қойды ерте бақтым. 1-2 сыныптан бастап түс қойда бақтық. 4-5 сыныптан бастап таңертең бақтық. Бұл енді ең бір өте жауапкершілігі. Сол кезде, мысалы үшін кетіп бара жатқан кезде, әкем де, анам да мақтауын келістіреді. Қазір есен үйттет, айналайын деп. Ана немен кетіп қаласың бала болып. Тіпті 86 жылға Мексикада өткен футболды түнде болады ғой, ауылда жалғыз мотор дарылдап маған бола қосып қояды. Енді кішкене еркелікте бар, енді тыңдатамыз. Сол футбол СССР мен Бельгия ойнап, Бельгиядан ұтылып қалғаннан кейін сол жылаумен кетіп қалып, ызаланып, кешке дейін қой бақып келген кездерім болған. Сосын енді әкем көп мақтайтын еді. Есекеннен баққан кезде бірде-бір сирақты қалдырмайды, қойдың сирағын. Яғни түгендеп бағады. Мен өзім кәдімгі стратегия құратын едім шыққан кезде. Бүгін мына жаққа, бүгін мына жаққа, таңертең ерте кетіп, енді кейбір ағаларымыз бар, сағат 11-де, 12-де, жоқ 11-12-де әкеліп не істесем, мен кәдімгі бірге шейін тағып әкеліп, сосын кейде бір қой бағып жүрген кезде жоғар жақтан келіп, жаңағы басшылар қой алып кел деп жатыр, қозы алып кел деп жатырған кезде, мен қой бағып жүрген кезде мен қой ұстатпайтын едім. Егер келіп, машинамен келіп аламыз десем, мен аттан түсемін де бар өздерің бағыңдар деймін. Сонымен сұрайды, кім бағып жүр, есен, онда түске шейін күтеді. Көрдіңіз бе? Сондай, себебі мен тоқ болып жүрген қойды қуаласа, ол кішкене басқаша болады. Сосын сондай, мен енді оны бір арланбай, не істемеймін. Жалпы Мұхаммед пайғамбарымыз болсын, жалпы көп пайғамбарлар барлық қой. Ол бір кейде мен әзілдер айтып біледі, қойшының баласы бірдеңе, қойшы, мен соған кішкене заланам, ол бағатынан бағалады, ол анаған деген. Мысалы, басқа ұлттар бар ғой, солармен сөйлесеміз, ақылдасқан кезде, қазақ сияқты осы мал бағып, малдың күйін білетін ұлт некен сияқты дейді. Себебі он деген қай уақытқа кету керек, оның бәрі үлкен кәдімгі. Оны біз ойлаймыз ба, малды жібердің, болды, өзі олай емес, айналайын. Қазір қойшыда болмайтқан жоқсын ба? Қойшы тарсаңда да соны келістіре алмайтын адам бар. Сондықтан да мен оны арланбаймын. Мен қайтам мақтан тұтам. Кейде тіпті баққым келеді қазірде бір уақыттың биыл бағам деп ойлап едім. Себебі шықсаң не бір ой келеді. Мына шексіздік қой, біздің енді ауылды білесің ғой. Әр жерде бір кішкене төбешіктер тұрады. Анаған қарап отырасың, не бір ойлар келеді, не бір нәрселер келеді. Оны қалай жүйеге. Мен мысалы үшін қалада отырған кезде бір бөлменің ішінде шектеп тастайды. Сол үшін далаға шығу керек. Мысалы пойызбен келе жатқанда да бір алыс сапарға шығатын болсам, жолда жатқан кезде не бір ойлар келеді. Ол мысалы аспаннан бірдеңе ойлап таппайсың ғой. Мысалы Нұрсұлтанның костюмі, мына жігіттің шалбары, мынадан құрастырып, одан шықсам мынау шығады деп. Сосын енді жалпы техникалық мамандықтарға өте жақын болды мына пәндерге. Математика, физика, химия деген сияқты. Ол енді жоғары оқу орнында бітірген инженерлік, бұл жерде нақты есеп, қалай, қанша уақыттан кейін не шығады деген сияқты сондай есептер болу керек. Мысалы, қазір мен басында алда 2 жылдан не болады, 5 жылдан не болады, ұлы жобасы осылай болады, оны өзгертсе былай болады деген нәрселер басында тұр. Себебі сондай есептер керек, ол бас көз болып кетіп қалуға болмайды. Барлығын алдынан анализ жасап, өткенге де қазіргі болып жатқанға, егер осының бәрін қай сала болмасын барлығына қосатын болсаң, біраз не басқаша болар еді. Сондықтан да арасында қой бақып тұрыңдар.
Өте пайдалы дейсіз ғой. Енді біздер естіп жатамыз, Есеннің қожалығы бар екен деген. Рас па аға? Жоқ, мен туған ағам бар. Мұғалжар ұстайды екен деп. Иә, жоқ, ағам бар, Тілеуberген деген. Ауылда Тука дейді. Енді ол түрі маған ұқсайды, бірақ менен жас көрінеді. Соны бәрі айтады екен, мынау Есеннің қожалығы деп. Сосын басында ол кішкене не істейтін еді, сосын артынан я дей салатын көрінеді. Енді ондай бір не жоқ. Маған да көмектеседі, қаншама болса Жайдарманға көмектескен. Мен де қолымнан келгенше көмектесем. Сол менің қожалығым жоқ. Бірақ қосып қойған жылқыларыңыз бар шығар? Мен білмеймін ол. Мен ондай жылқы қосым не жоқ, бірақ соғым ауылдан келеді. Мен ол бір ауылдан келгенде деген әңгіме емес, ауылдың етінің дәмі басқаша. Өзі бір спецификалық, даже біздің ауылдың мысалы кейде сұраймын, сиырдың еті, андай жас малдың еті, немесе түйенің еті. Түйенің етінде аңсаймын. Мысалы ол спецификалық бір көзінің иісі бар деген сияқты, бірақ ол андай қатты аяздарда күш қуат береді деген сияқты. Сондықтан ауылдан алдыртам, енді бұлай бас көз не бермейміз. Сатып аласыз ба? Беріп жібере ма? Беріп жібереді, енді ауылдан ба? Иә. Ауылдан сатып алмаймын, бірақ оған сәйкес қызмет жасаймыз ғой. Бір жағы бар дейсіз ғой. Міндетті түрде. Иә. Енді мен жалпы өз басым былай ойлағам, но бірақ ол жерде өз басың жүруің керек. Ол малды біреуге қосып қойып, өзің басында жүрмесең, оның берекесі жоқ. Ол өтірік әңгіме, андай біреуге бақтап қойған деген сияқты. Жалпы кез келген жұмыстың басында адамның өзі жүру керек қой, сол кезде шырайы шығады. Бірақ болашақта ой бар ма аға, осындай? Бір мал шаруашылығын қолға алу? Жоқ, мен оған біріншіден менің былайша айтқанда қазір денсаулық жағы болсын, басқа жағы болсын, маған кішкене келіңкіремейді оған. Және біз уже басқа бағытқа кетіп қалдық қой. Мен қазір бәрін тастап кетіп қала алмаймын, себебі артында мынадай дүние бар. Ол мен оның қасында параллельно жүруім керек. Мен қаламасам да ол өзі параллельно барып, мен деп шығып кетуім, әйтпесе бәрі кішкене жұмыс жүрмей қалады. Жаңа денсаулық деп айтып қалдыңыз ғой аға. Жалпы жүрегіңіз ауырып жүр дейді. Рас па сол? Жоқ, бәрі жақсы. Ота жасатқан дейді. Жоқ, бәрі жақсы. Бәрі жақсы ма? Ешқандай да жоқ. Енді жалпы мынау Жайдарман менен таниды ғой сізді. Енді Жайдарман десе Есен, Есен десе Жайдарман еске түседі. Енді айтыс десе жүрсін, жүрсін десе айтыс еске түседі. Қазіргі таңда енді Жүрсін ағамыз денсаулығына байланысты көп шараларға қатыса алмай қалып еді. Айтыстың да өзінен бір мән кетіп қалған сияқты болды қазіргі таңда. Енді жалпы сіз қай жасқа дейін осы Жайдарманды жүргізем деп ойлайсыз? Және өзіңіздің артыңыздан бір орныңызға қойып, ана жерге тұрғызып кететін бір шәкіртті тәрбиелеп жатырсыз ба? Осы сұрақты 14.998 рет қойды. Қойды ма? Сен дұрыс еттемегенсің. Ол енді уақыты келеді. Мүмкін Жайдарманның формасы өзгеруі мүмкін. Енді жарыс есебінде қалады да, мысалы эмоциялық бағыты бар, оны бірнеше жерде айтып жүрміз. Және қазіргі таңда кішкене не болмас үшін мына енді ең негізгі жоғары лигасын өзім жүргізем. Былай арнайы жобалар, ұлттық лига болсын, супер лигасы болсын, Қазақстан кап деген түрлі жыл сайын шығып жатқан бірінші лига деген осы шәкірттердің барлығы, яғни осы Жайдарманнан шыққан балдардың бәрі жүргізіп жатыр. Әрқайсысына бәріне мүмкіндік беріп жатырмыз шамамыз келгенше. Ол да бір кейбір жігіттердің арманы ғой, жүргізіп көру деген сияқты. Кейбір ірі жобаларды кәдімгідей 2 адам, 3 адаммен жүргізеді. Олай не жоқ. Сондықтан мен орныма мынаданды дайындаймын, мынадай деген ондай бір неме жоқ. Мүмкін жүргізбейтін формасы шығатын шығар. Сондай да жобалар жасағанбыз. Қазіргі таңда Жайдарманда ойнап, Жайдарманнан шығып, осындай контент жасап жүрген, яғни өнім жасап жүрген жобалар өте көбейіп кетті қазір. Ол қатарлас келіп жатыр. Қазіргі, мысалы үшін, осыдан 10-15 жыл бұрын қазақ ютубында, енді ютуб қой негізгісі, әлеуметтік желісінде көп дүниелер жоқ. Қазір жаман ба, жақсы ма, сапасы дұрыс па, дұрыс емес па? Я әрине сын айтылатын да дүниелер болуы мүмкін, но бірақ адам көретін, басқа біреуге қарап не істемейтін сондай дүниелер көбейді. Әсіресе соңғы осы 3-4 жылдықтың көлемінде кеше санадық, Жайдарманның айналасында жүрген, сонда ойнаған балдарды қараған кезде бір
40-қа жуық жоба бар екен. Енді әрқайсының өзінің қаралымы бар, оқырманы бар деген сияқты. Енді осыны ары қарай кішігірім жүйелеу керек. Кейбіріне өзіміз ақылымызды айтып жатырмыз. Кейбіреуінің жасаған дүниесіне қарап өзіміз сүйсініп, өзіміз де оларға қарап бой түзеп жатырмыз. Бұл енді бір үлкен неге айналады, бірақ кім біледі, ертең құндылық өзгеруі мүмкін ғой. Бір орында тұрмайды ғой. Кезінде мысал үшін тек қана телеарна еді, қазір әлеуметтік желіге ауысты дегендей, мүмкін басқа бір нәрсе пайда болар. Ертең адамның көрерменнің жаңағы жасарған сайын көрерменнің талғамы басқа болатын шығар. Мен нақты айта алмаймын. Менің арманым мынау болады, ол 30 жыл жүргізеді деген әңгіме жоқ. Кім бар, кім жоқ. Бірақ ең бастысы бұл жерде біз оған бағдарлама есебінде емес, бұл бір дүние, мұның айналасында қаншама бала бір-бірімен араласып жатыр, бір орта деп қараған дұрыс. Бұл мен бұны көп жерде айтып жүрмін. Бұл жобаға қатысатын балалардың, мысалы, қаншамасын білмейсіз, біз сахнаның сыртында қаншама тәрбиелік маңызы бар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол енді айқай не емес, ортаға жинаймыз, ақыл кеңесімізді айтамыз, бір-бірін үнерлейді, бір-бірімен араласады. Мысалы, бір-бірімен отбасы құрып жатыр, оны біз анаған тұрмысқа шықсын, мынаумен араласын деп айта алмаймыз, ол өзі табиғи нәрсе. Ең бастысы балдар бір-бірін түсінеді, адам түсініскенше, жылқы кісініскенше дейді ғой. Сондай бір орталар пайда болып, ол орта арқылы осы қоғамның дамуына септігін тигізіп жатса сол ғана. Себебі қазіргі таңда ата-ана балаларын жақсы ортаға бергісі келеді. Жақсы орта адам тәрбиелейді. Ол мысалы сен Шалқарда тұратын жеріңді білем. Сол жерден енді үйдегілер барынша әдемі нәрсе айту мүмкін, бірақ сахнаға шығып, далаға шығып, басқа жаққа басқа шаруамен барып жатсаң, ол басқа балалардың да ықпалы әсерін тигізеді ғой. Сондықтан да мен оны жоққа шығармаймын, бірақ жақсы ортаға ата-ана, жақсы ортаға бала өзі барса, олар бір-бірімен жастық кезде араласып, белгілі бір дәрежеге жетеді. Ең бастысы осы қоғамда, қазақ қоғамында, осы елімізде өзіміздің миссиямыз бар ғой, оң солын танитын, біреуге қолын созып, көмек сұрап, өзін асырайтын, жан-жақты, ұялмайтын, қысылмайтын, кішкене ойланатын, бір жаңалық іздейтін сондай жастарды сол орта жайдарман тәрбиелеп шықса, оның өзі үлкен ғанибет. Рахмет. Енді аға, сіз жалпы осы жайдарманға келердің алдында, осыны жүргізудің алдында, сіз радиода қызмет жасаған екенсіз. Енді сол радиода да қызмет жасаған кезде, онда да сол қазақ тілді дүниелер жүргізуді, қазақ тілін барынша насихаттауды қолға алған екенсіз. Енді мен қарап отырмын, жайдарманшыларда қазақша ойнайды біздің мысалы. Бұл да бір қазақ тіліне деген үлкен үлесіңіз деп білеміз. Енді қазақтың бір бос кеңістігін, яғни бұрын жайдарман жоқ кезде, енді әртүрлі көрші мемлекеттердің бағдарламаларын көретін едік қой. Енді қазір жайдарман, Аллаға шүкір, көп нәрсені бүйтіп ысырып шығарды, жігіттер қазақша ойнайды. Соған қарап, мінекей артта сол жайдарманшы болғысы келетіндер қазақша сөйлей бастады, қазақша нәрсе көре бастады, тыңдай бастады. Енді байқап отырсам, сіз жүрген жеріңізде барынша қазақ тілін алдыға қоятын секілдісіз. Енді соңғада тілді білемін. Сіз ұлтшылсыз ба жалпы? Немесе бұл дүние сізге қайда? Жоқ, мен ұлтшыл деп маған баға, мен өз-өзіме баға бере алмаймын. Жұрттың алдында тіл деп ат ой салмай-ақ, жайлап өзіңіздікін алып келатсыз да. Жоқ, кез келген нәрседе мен ұлтты алға қоямын. Бірінші кезек ұлт. Сосын енді кішкене пафосно естілуі мүмкін. Бірақ енді осы біздің ойынды, жобаны көру арқылы бізге жақын кейбір елдер, кейбір ұлттар сөздің ашығы осы арқылы біраз кезінде көмектестік. Енді оны қазір біраз жерде айтылды. Осы арқылы, осы орталы, жаңа айтып өттім ғой орта туралы, осы ортада олар бір-бірімен араласу арқылы жаңағы жақсы дүниелерде хабардар болады. Жайдарман деген жалғыз сахнаға шықтың ойнадың емес, ол ақпарат іздейді, ол ана әзілді табу деген ол да оңай шаруа емес. Ол бұрын мысалы газеттен оқитын еді, қазір енді ақпарат деген әлеуметтік желіде толып тұр. Ақ пен қарасын анықтап алса болды.
Енді сондай заман болды. Егер 100% Қазақстан тек қана бір тілде сөйлеп, бір орта болатын болса, мүмкін ол болмайтын да еді. Қазір бізде енді сөздің ашығы қалып болмау керек. Ол да болса бір кішкене үлес, ол бір ерегісуден шыққан дүние емес. Енді қаншама бала өсіп келе жатыр. Оларға да орта керек, олардың да көретін дүниесі керек. Кезінде біз бастаған кезде 2000 жылдары эстрада болсын, әзіл болсын, барлығы көршілес елдердің дүниесін көретін. Қазір енді шүкір, Аллаға шүкір, қазіргі таңда өзіміздің көретін жаманды жақсылы киномыз бар, контентіміз көбейіп келе жатыр. Бұдан да жақсы нәрселер жасауға болады. Әсіресе менің өте қарын аштыратын бір үлкен нем мына балалар контенті жоқтың қасы. Қазір енді мына жасанды интеллект арқылы біраз нелер жасалып жатыр, бірақ ол жаңағы темшінің ойбай теңіздің темші деп тамшысындай, тамшы мен теңізді қосып жүріп бұдан да көп нәрсе жасауға болар еді. Енді шүкір, бұған да шүкір, оған да келе жатырмыз. Осы арқылы қаншама енді кейде бір Астанада, ірі қалаларда жаңағы орысша сөйлеп баратқан кейбір жігіттер көріп қалады, қыздар көріп қалады. Аға, мен есімде сіз арқылы осындай шықты деп андай бір балалық шаққа саяхат жасап кетеді. Мен түрім сол күйінде қалған. Сол кезде ойлайсың, бұл енді жайдан да жасалмаған. Әрине кейбір тұстары не болған шығар, идеальный болмаған шығар, но бірақ көп дүниенің бастауына негіз бола білді деп ойлаймын. Мен өз басым солай шығар. Енді баға енді көбісімен сөйлескен кезде сондай естіп жатамыз. Сондықтан әлде де болса көбісіне мысал болатын дүниелер жасауға болады, жоқ емес. Мен енді ойбай осы ұлт үшін, осы тіл үшін жанымды салып жүрмін деп айта алмаймын. Маған қызық, менің арманымдағы дүниелер және менің жанымдағы балалардың да ойы сондай. Және барлық аймақта, алыс жақын шетелде осы жобаны қолдайтын, осы ойынның, осы жобаны жақсы көретін жастардың көптігі осыны алып келе жатыр. Бізде енді мысалы қазіргі таңда кейде айтады, ой қара алмаз айып кетті, анау олай емес. Ең бастысы жарыс бар, ең бастысы осы орта, ең бірінші негіз болатын дүниені біз бірінші кезек соларға береміз, сосын ары қарай енді бала-шаға алып кетеді өздері. Бағдарламамыздың ортасында тағы да бүгінгі сұхбатымызға демеушілік жасаған Ақтөбе Асфальт 2006 жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне шексіз алғысымызды білдіреміз. Тек кәсіптеріңізге Алла береке берсін, дами беріңіздер, елден алғыс ала беріңіздер, сапалы қызметтеріңіз арта берсін. Арзан асфальт бір жылдан кейін осындай болады. Ал біз басқаша жұмыс жасаймыз. Әр этап технологиямен және нормамен жасалады. Біз жай ғана асфальт төкпейміз, біз технологиямен жұмыс жасаймыз. Жерді толық дайындаймыз, қиыршық тас негізін талапқа сай саламыз. Асфальт қалыңдығын норма бойынша сақтаймыз, арнайы техникамен тығыздаймыз. Су жиналмайтындай дұрыс уклон береміз. Нәтиже жарылмайтын, ұзаққа шыдайтын асфальт. Біздің жұмыстарымыз Тобыл сауда үйі, Арасан Голд Делюкс, Дина және Еврострой құрылыс маркеті, басқа да ірі нысандар жылдар бойы сапасын дәлелдеп келеді. Енді мынау сіздің бір сұхбатыңыздан көрдім, абай жолын мұғалім қайта-қайта ескерте бергендіктен екі қоя бергесін, шатырға шығып кетіп бір 3 күнде ма 4 күнде ма оқып шықтым дедіңіз. Енді жалпы осы күнге дейін қанша кітап оқыдыңыз аға? Жалпы әрбір адам өзін қалыптастыру үшін, кемел адам болу үшін, дұрыс адам болу үшін қандай кітаптарды оқу керек деп ойлайсыз? Негізі енді жалпы кітап ақпарат қой енді. Иә. Жалпы енді о заманда сөздің ашығы керек. Кітаптан басқа дұрыс ақпарат алмайсың. Телеарнаң барлығы. Біздің ауылда мысалы үшін мен қазақша канал болған жоқ. Орбита 4 деген, Орбита 4 деген канал болды. Онда да мотормен көресіз? Жоқ, енді. Кейін жанды болса. Анау енді Қаратоғайда, яғни Шетірқызда не болды ғой, телевизор болды ғой енді. Кейін Шалқарға барғанда, мысалы, тамашаны көру үшін, бірден көру үшін арнайы Шалқарға баратын адамдар болды. Мен сол кезде ғана барып, осындай қазақша канал бар екенін көрдік. Енді бала кезде кітапты көп оқыдық, енді ол бір жерде айтылып жүр. Білмеймін қанша кітап оқығанды. Қазіргі таңда кітап
бұрынғыдай емес, енді қолымыз тигенше бір қызықты кітап болмаса күндіз түні жатып алып 100 кітап оқу керек, 80 кітап оқу керек деген не айта алмаймын. Но киноға, жалпы контент өндіретін, жаңа сценарий жазатын балаларға мен мүмкіндігінше айтамын. Әртүрлі бағыт болсын, кемі 80-100 кітап оқу керек. Себебі ол жерде құрылымы бар, оқиғаның өрбитіні бар. Мысалы, кез келген шығарма бірінші кіріспе, сосын негізгі бөлім, қанша тараудан тұратын бірінші, екінші, үшінші бөлім, оның кульминациясы болады, ең соңында жаңағы қорытынды ғой. Енді кез келген шығарма солай болады. Сондықтан оқу керек. Спас. Осындай дүниелер өте көп та. Бірақ оны осылай жемендеп әкеліп алып келуге болады. Уақыт керек енді кез келген нәрсеге. Әттең уақыт аз, кейде күш жетпей қалады, жасайтын дүние өте көп, қызық дүниелер бар негізі. Енді уақыт аз деп жатырсыз, көп дүниелер бар деп жатырсыз. Мүмкін қасыңызға осындай нәрселерге қызығатын бір жігіттерді жинап, сол салаларға өзіңіз бағыт беріп, сен енді мен мына жақта жүре тұрайын, сен мынаны істей бер деген сияқты қасыңызға шәкірттер бар ма? Иә, бірақ енді бұл жерде былай қарайық, бәрінің бала шағасы бар, бәрі өмір сүру керек. Қазір ойбай, мына ұлт үшін мынаны жаса, мынаны таста деп ешкімді қинай алмайсың. Бірақ осы арқылы мен кез келген дүниеге енді барынша былай бірдеңе болсын деп қарағанмен, оның өзінің ақталатын тұсы болатын болса, яғни кішігірім өз-өзін ақтайтын дүние болатын болса, мен қуана-қуана оған кірісемін және оған өз барымды саламын. Ал енді мен қолымнан келмейтін дүниелер бар ғой, енді барлығы бірдей не емес. Андай кейде мен мысалы машина жүргізе алмаймын, көлік. Мен оған көлік жүргізе алмаймын деп қайғырмаймын. Бірақ кейде ана таксимен келе жатқан кезде неге экономмен келе жатсың? Андай телеарнаға шықса болды, бітті мынау. Жұлдыз ақшасы көп деп ойлайды ғой. Иә. Мен әнші емеспін, той жүргізбеймін, сен сияқты. Жақсы жүргізеді тойды. Рахмет. Соны енді олай қарамау керек қой. Бірақ енді өмір болғаннан кейін әрқайсысына бүйтіп айтып отыра алмайсың ғой. Бірақ көлік алатын ақшаңыз бар ғой, жағдайыңыз шүкір ғой. Алып беретін адамдар бар, өзіңіз тек. Жоқ, мен ана киноға шақырады ғой, үнемі. Сол кезде айтамын, бата берген кезде де көп бата беремін, сол кезде айтамын, бәленбай ақша тап, бір машина алып бересің деп. Әзірге машина алып берген жоқ. Соған қарағанда киноларды қатты өтіп кеткен сияқты. Сол қызық негізі. Бір сондай өзімді мен енді Кеңес одағында көрдік, ол кездегі реформаларды көрдік, кейін Қазақстан тәуелсіздік алғанда көрдік, дым болмай қалған кезде көрдік, кейін қайтадан өскен кезде көрдік, қазір жаңа Қазақстанды көріп жатырмыз. Әлемде небір геосаяси оқиғалар болып жатыр. Басында басқа сөйлейсің, кейін былай ойлайсың, пікір өзгереді ғой. Пікір бір орында қалмайды. Сен осыдан 20 жыл бұрын, 10 жыл бұрынғы сұхбатында былай айтып еді, қазір былай айтып отыр дейді. Мен пікірім өзгереді. Себебі уақыт өзгереді, үлгейеміз, басқаша қараймыз. Бұрын бүйтіп қарап отырсақ, ертеңінде бүйтіп жанынан қараймыз. Былай екен ғой деген сияқты. Енді пікірді үнемі өзгерте беремін деп айта алмаймын. Кейбір принципке қатысты дүниелер болады, сол күйінде қалғанмен енді көзқарастар әртүрлі болады. Сол өмір қызық, көңірене беруге болмайды, мүмкіндік өте көп. Тек қана Қазақстан деңгейінде емес, әлемдік деңгейге де шығуға болады. Бәрі адамның өз қолында. Енді мына Бауыржан Момышұлы атамыз айтады ғой, мен жазушы емеспін, мен мемуаристпін дейді. Өзінің өмірін жазған кісі ғой енді. Енді біздерде бұрын деген екен деген кітапшалар бар еді ғой, кішкентай. Бұрынғы жаңа тұлғалардың бір қызықты әңгімелерін бәрін келтіріп қоятын. Енді мысалы қаншама жерде жүрсіз, сол жерлерде бір тауып айтылған, сосын осы жайдарманда бір әдемі айтылып жіберген әзілдерді, соларды бір жинақтап, жинақ қылып, болмаса бір өзіңіздің өмір жолыңызды бір жазып жатсыз ба? Осыдан керек-ау деген. 50 жасқа жетер кезде 50 бірдеңе деген бір не болған. Бастадық 5 бөлікке бөлінген. Содан бір келе жаттым да тоқтап қалдым.
мен айтамын ертең ол кітап шығарып шығарысып не керегі бар деп енді өзінің белгілі бір оқырманы бар енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой аға, енді ол бәрі оқысын оқымасын тұрсын деген сияқты. Мүмкін керек адам ол ертең негізі жинақталып жатыр, бірақ анда деген екен дегендер ол кішкене келіңкіремейтін шығар. Себебі ол енді барлығы телевизиялық бағдарламаға, яғни мындай телеөнімге, видеоға арналған дүние болғаннан кейін оны кейбіру жазуға да келмейтін шығар. Оның бары тұр, әлеуметтік желіде, шығатын жерінде барлығында тұр. Енді кейбір эмоцияға байланысты дүниелер бар. Мысалы, осы жайдарманға байланысты қаншама елді араладық, қаншама адаммен жолықтық. Мүмкін солардың кездесулері, сол арқылы әр айтқаннан кейінгі, әр оқиғадан кейінгі түйіндеген тұстар керек болатын шығар. Мүмкін біреуге ол мысалы үшін бір тәжірибе есебінде кәдеге жарап қалуы мүмкін. Енді бір андай біздің заманымыздың енді біздің заманымыз деп айтуға да керек емес, бірақ бізбен қатарластардың көпшілігінің бір ынжықтық деп айтуға келмес, бірақ біз андай кішкене артқа тартып тұрамыз. Ұят қойып бір. Менің түсінігімде мысалы бір 60 жасқа, 70 жасқа шыққан кезде кітап жазып менің өмірім деп тастап керек сияқты. Бірақ кейбір қазіргі жастарды қарайсың, бесіктен белі шықпай не жазып жатыр деп қарауымыз мүмкін, бірақ ол заманына қарай беріп жатыр да, яғни. Менікі көбінесе бұл естелік есебінде болуы мүмкін, ол бір кәсіби біреулерге арнап бір оқулық, нұсқаулық есебінде болмайды нақты. Жайдарманның өзіне қатысты жаңа қалай бағытта жұмыс жасау керек, қалай ұйымдастыруға болады, қалай әзіл жазуға болады деген талай нұсқаулық шыққан. Оның сол жайдарманға қатысы бар жандар біледі. Оны бүкіл халыққа бәріне таралып кету деген міндет емес. Сондықтан жалпы бірдеңе болады. Ол шығат, бірақ бірдеңе бұйырса. Ол қашан біз сіз сияқты ақын емес, біз 2 кітап шығарып салған. 2 кітабы бар. Жақсы екен, жаңа көрсетті маған, өзінің әжесіне арнаған. Ал енді сендерде төгіліп келіп тұрғаннан кейін, ол сендер жазып тастауларың керек, себебі ол кәдімгі не ғой? Дүние ғой. Мен енді ақын емеспін, мен Баукең де мысалы белгілі бір жасқа жеткеннен кейін барып жазды ғой. Қасым Қайсенов та сөйтті. Ол кісі бірақ үнемі күнделікке жазып отырған оқиғаны бәрін ұмытпау үшін. Мен де көп күнделікке жаза алмаймын, күнделікке біраз жазғам. Сосын мен оны видео форматында түсіріп қойдым, оны шығарып та қойдым. Аса бір қатты қызықты емес. Қазір қызықты болатын дүние ол хайп. Анау мені ұрып кетті, анау біткен кезде менің бірдеңемді тартып алды, бірдеңе дейтін болса ғана қаралады. Былай жай әңгіме қаралмайды ол қазіргі. Және мен оған өкінбеймін да. Кейін енді еске алып отырып, оларды қағаз бетіне түсіруге болады. Мысалы, мына екеуміздің дүниеміз ертең әлеуметтік желіге шығады. Ертең оны мысалы 1000 адам қарай ма, 5000 адам қарай ма, әйтеуір қаралады ғой. Сосын ертең бір белгілі 10 жылдан кейін мен қайтып еске салып қарап қалуым мүмкін. Сол кезде мындай айтып едім ғой деп. Сол, ешқандай несі жоқ. Жалпы ойда бар, жоқ емес. Негізі біраз қағаз бетінде түсірілген. Мен бір 80-ге жуық нақты кәдімгі болатын оқиғалардың бетте атын жазып қойған. Себебі мен басында бар да, оны айтсам қағаз бетіне түсіруге болады. Енді бірнеше ұсыныс болды, не жазайық дейді. Себебі кез келген осы бір белгілі, мен енді жұлдызбын деп есептемеймін, мүмкін мен кішігірім танымал шығармын. Жалпы шетелде әлемде бар тенденция, әлемде бар практика, кез келген ұлы спортшы болсын, танымал әнші болсын, барлығы өзінің биографиясын жазады. Бірінші кез келген жазушы биографиядан бастайды, басым көпшілігі. Немесе өзінің образы сол шығармасында арқау болатын ата өзгергенмен жартылай қиялдан туындап, жартылай өзінің өмірін жазады. Сондай нелер болады, себебі солай басталады. Заманында сондай болды, енді қазір кітап жазбаса да осы әлеуметтік желіде белсенді кейбір нақты тұлғалар бар ғой. Мен ойлаймын да, енді әлеуметтік желі ол әйтеуір тұрғанша тұрады ғой. Бірақ аяқ астынан енді бір әлеуметтік желі жойылып кетсе, ана құнды дүниелердің бәрі жоқ болып кетеді ме деген. Одан да жасанды интеллект болып жатыр. Қазір сенің түріңді алып, сен даусыңды жазып ал, сен туралы көп айтқызып қоюға болады. Бұл емес. Жойылмайды дейсіз ғой.
мен енді ойлаймын кейде сол Астанадан мысалы ауылға Шалғарға мысалы ұшып келетін ұшақпен өзім келетін шығармын, сол заманға да жететін шығармыз. Кім ойлаған мысалы? ұшақ қатынайын деп жатыр ғой бұйырса Ақтөбе менен Шалқардың ортасына. Сол Болады деп ойлайсыз ба? бір жол салса екен. Бірінші жол керек дейсіз ғой. Бешүгірге шейін келіп тұр, мына жерге ізін беріп тұр. Енді жақындап Қосса екеуін. ертең осы интервьюді көріп бір бауырларымыз ренжуі мүмкін. Қайтейін енді. Жол салайықшы ауыл жаққа. Ырғыз бен Шалқардың ортасына да жол салса. Ең болмаса 131 шақырымды қосып жіберсе дейсіз ғой. Ауылда Шалқарда біраз жолдар салыныпты. Бұрын ол жолдар да жоқ еді, қазір біраз көшелерде жол бар әйтеуір. Үйдің алды асфальт бар, соған қонып. Енді жол деп қалдыңыз ғой аға, енді айтпақшы осы бір ақын қыз бар, Жұлдызбеді. Жұлдыз, иә. Сол бір біздің ауылға барды. Содан тұрып алып ана жол десе, сөйтіп анау есен шәкірттеріне айтып, Шалғар мен Шетірғыздың ортасына жол салмай ма деп айтып кеткен ауылдағыстар қуам. Сол кезде мен айлығымен есептесем, мен 270 жыл өмір сүруім керек екенмін. Жолды салу үшін, иә? Бұл жол салуды оңай шаруа емес, түсінемін. Бірақ біздің мүмкіндікпен салуға болады ғой. Мен мысалы да оңтүстікте, мына орталықта біраз елді мекенді аралаймыз ғой. Біздің осы Ақтөбеде жол қиын. Мен соған басым жетпейді. Былай да қараймын. Мүмкіндіктер бар бірақ. Мен енді тастайды. қанша қаржы бар екен білмеймін енді. Қазір мүмкін мен басқаша айтып отқан шығармын. Бір жерлерін көрмей отырған шығарсыз, білмей отырған шығарсыз, иә? Экономикалық жағынан біздің ауыл жаққа бару, мен енді Шетірғыз бен Шалғардың ортасына жолды сал деп айта алмаймын. Тек Ақтөбе менен, ең болмаса Ырғыз бен екі ортаны қосып берсе дейсіз ғой. Енді мысалы аға былай ғой, кейбіреулер туған жеріне тағзым деп неше түрлі дүниелер жасап беріп жатады ғой. Мүмкін Шалқардан шыққан енді қаншама танымал тұлғалар бар ғой. Солар өзінің таныстарын жинап, сіз өзіңіз таныстарыңыз жинап, ал мынау елге бергеніміз деп бір салып тастаса қалай болады екен? Ой, оған білмеймін. Менде ондай таныс жоқ. Таныстарын жинап деген ол кішкене басқаша естіледі. Жаңағыдай ғой енді бар таныстарды дегенім ғой. Қолында бар, қаражаты бар. Қолымнан келетіні сол ауылдағы өсіп келе жатқан балаларға барынша ақыл кеңесін беремін. Ақыл сұрап жатса, қолымнан келгенше мындай не жағынан енді ондай қатты не емеспін әйтеуір. Қолымнан келгенше біз ауылда жақсы не бар? Үрдіс бар қазіргі таңда. Биыл мысалы үшін 69 жылға ағаларымыз, апаларымыз 40 жылдыққа келгенде ауылға үлкен андай жиын тойға арналған үлкен киіз және ағаш үй сыйлапты да, мысалы қазіргі заманға. Ішінде саяғын. Ол да бір жақсы дүние ғой. Мысалы ауылда қазір аяқ асты бірдеңе болып қалса, анау Шалғарға барып алып келді, оңай шаруа емес. Сондай дүниелер жасап жатыр. Енді жаман емес, ауылда жаңа мектебіміз бар. Бір 10 шақты жыл болды. Жоқ, 5-6 жыл болды ау деймін. Иә, газ келді ауылға. Қазір ауылда осыдан 20-25 жылға қарағанда мал саны көбейген, шаруашылық жасап жатқан жігіттер бар. Шүкір, жаман емес. Енді одан да жақсы болған қалайсың ғой. Ауылға бұрын байланыс жоқ еді. Сол байланысты әйтеуір байланыс арқылы шешілді ғой негізі. Ол да. Онда историясы қызық. Әйтеуір ауылдың жаңағы неде отыратын, әлеуметтік желіде отыратын топтар бар. Өте ұйымшыл, ауылдастарымен бәрімен мықты. Кез келген сәлемі түзу, бір-бірімізге қолдау көрсетеміз. Енді мынадай қаржы болмаса да, ең болмаса ниетін білдіріп, тілегін білдіріп, жаман жақсылы әйтеуір бас қосып жатқан сондай дүние бар. Аға жаңа айтып қалдыңыз ғой, бізде жалпы отбасымызбен апаларымның өзі өнерлі деп. Сіздің де бір ән айтатын қырыңыз бар екен. Апаларыңыз да әнші екен. Жоқ, негізгі мен даусым ондай жоқ, бірақ ритмге түсе аламын. Бір ән айтып бере аласыз ба осы жерде? Жоқ. Ондай жоқ. Бірақ оңашада класстастар, құрдастар айта бересіз. Былай айта береміз. Кішкене гитара тартамыз. Домбыра тарта алмаймын. Негізі қыздардың барлығы ән салады. Бір-екі апам болмаса, қалғаны кәдімгі музыкальный оқуды бітірген, мәдениет үйінде жұмыс жасайтын апам бар, мысалы Базойда. Осындағы апам
музыкалық жаңағы оны бітіріп тоже қызмет жасайды. Барлығы әйтеуір бізге құдалыққа басқа жақтан әнші керек емес. Өздеріңіз атқарып тастай бересіз. Өзіміз, иә. Сол жерде мен де жүргіземін, жаман жақсылы. Әйтеуір ағайын туыстың арасында сөзім жақсы өтеді. Иә. Енді аға, бір сұрақ. Жаңа Шалқардан шыққан тұлғалар деп айтып қалып жатырмыз ғой. Енді Шалқардан да біраз адамдар шықты. Мысалы Серік ағамыз Ақшолақов. Одан енді өзіңіз бар, ел танитын тұлға. Жанарай Жанова бар. Одан кейінгі мына ақындардан Аян, Қайнар, Ораздар бар. Мына күрес саласынан енді Мейрамбек Айнағұлов бар деген секілді. Осы Шалқардан шыққан танымал тұлғаларменен бір бас қосып, жиналып, Шалқарда бір концерт па, немесе бір басқаша бір үлкен дүние ма, бір жасау ойыңызда бар ма? Менде ойда бар, біраз жыл болды. Бәрінің басын қосып. Иә, оған енді кішкене жұмыстану керек. Пісіп те тұр негізі идея. Енді бір ол белгілі бір айтулы датаға сәйкес жасалу керек шығар, оның бас көз жасап, және оның бір өзінің құндылығы болу керек. Бірдеңе жылдыққа бола ма дейсіз ғой? Иә, ол құндылық біз бәрінің ойы бір жерден шығу керек. Және ол қандай бағытта болады? Ертең ол біреудің ол кезде жоспарланған дүниесі болуы мүмкін. Және қазір енді бәрі бірдей келіп, ойбай айлап, апталап жата алмайды. Бәрінің отбасы бар, ошаққасы бар, кәсібі бар деген сияқты. Оңай шаруа емес. Енді жалпы ойда бар. Енді аға, бізде Шалқар туралы әңгімеге көшіп кеттік қой. Тағы да бір Шалқар туралы сұрақ қоя қояйын. Қазіргі таңда Шалқардың бір үлкен дерті болып тұрған нәрсе осы төбелес. Жастар мен енді балдардың арасында осындай бір-бірімен төбелесіп, жылына бір 2-3 бала өліп жатады. Кеше жақында осы бір жетінің ұяғында да бір баланың өмірден өткенін естіп жатырмыз. Енді бір осы нәрсені бір қалай тоқтатуға болады дейсіз? Негізі мұндай нәрсемен бізде жалпы күштік құрылымнан біраз адамдармен араласамыз ғой. Сол кезде талай жерге барып ақыл кеңесімізді айттық. Бір айта кететін жағдай, былай жалпы отырысып қойып 400-500 адамға әңгіме айтқан ол өтпейді. Адрестік жұмыс жасау керек. Оған кезінде осы бір жігіттер барып сол жақта жұмыс жасады. Мен естуім бойынша барып жеке-жеке сөйлесіп, ол және тұрақты болу керек. Және бір несі, егер о жақтан да маған, мысалы, бізге тек қана маған емес, енді әртүрлі салада жүр ғой. Егер нақты тұрақты түрде, жүйелі түрде бір ойындар ұйымдастырып, спорттық іс-шаралар ұйымдастырып, мына балалардың бос уақытын кәдімгі бос уақыт қалдырмау керек. Және бір-бірімен араласып тұрса керек. Бізде білесің өзің, әр аймақ бөлініп кеткен, белгілі бір топтар бар. Сол бойынша ол бір балалық шақта болған дүние, қазіргі заман олай емес. Балаларды бір-бірімен араласып тұрса керек, және іс-шаралары керек, және командалық жұмыс жасауды үйрету керек, жеке-жеке емес. Енді ақыл айтқан не шығар? Енді бірнеше рет сол жастарға байланысты біраз жігіттерге ұсыныс айтқан, мен былай жасайық. Мұнда айтып отырмын ғой, ең болмағанда, мысалы, ұшып барып келіп ұшып кететін жер болса оңай болатын. Біз Шалқарға бару үшін Ақтөбеге ұшып келесің. Одан кешке пойызға мінесің. Ол пойыз дегеніңді билет деген бір жыл-он-екі қиын негізді сөздің ашы. Егер жаңағыдай қайтып жолға келіп жатырмыз, егер бір 4-5 сағатта, 3 сағатта бір жетіп баратын жер болса, оны көруге болады. Қай бір жылдар осындай ойындар жасағанбыз. Мүмкін жайдарман емес, басқа бір жобалар болар. Жан-жақты қылып тастап, аналарды араластыратын болсақ, арнайы бір жобамен. Ол өзінің бір белгілі бір деңгейінде әсерін тигізеді. Бізде сөздің ашығы ауылға барған кезде, енді қазір кафелер, небір ашып тастаған ғой, бірақ ол кәсіби тұрғыда андай бір масса бұқаралық бағытта нелер аз сияқты көрінеді менің өз ойымша. Мысалы, көршілес Аралға бар, Қазалыға бар, қаланың орталарында әдемі бар күшті нелер ұйымдастырып тастаған. Бізде парк салса барып төбелесіп кетуі мүмкін ғой жерде. Жоқ, оны ұйымдастыру керек қой. Кез келген нәрсе мәдениет қалыптастыру керек қой. Бірінші. Иә. Сен де мысалы үшін үлкен ағаларыңмен араласып отырып осылай сұхбат алуды бастадың. Ал егер сен кішкене басқаша бағытта кеттің, сен де дайын тұрған біреу едің ғой. Сондықтан бұл адамның айтып отырмын ғой басында ортаға байланысты. Күшті орталарды көбейту керек. Ол енді
сырттан ақыл айту оңай шығар, ертең осыны көріп алып мықты болса неге өзі келіп жасамайды деп. Егер уақыт келіп, сәйкес келіп, о жақтан не болатын болса, неге ұйымдастырмаса? Ұйымдастыруға болады. Кейде мен қарным ашады, қаншама ауданның атынан, ауылдың атынан шығып командалар қатысып жатады. Ана ауылдың атын шығару үшін кішкентай ғана командалар жақсы дүниеге жетеді. Біздің ауылдан ондай жоқ. Бірнеше рет қатысты, бірақ басын бастайды да аяғы жоқ. Көбісінде бір сұрақ бар ғой, осы Есен өзіміздікі ғой, елдікі ғой, неге бір команданы шығармайды екен Шалқардан деп. Жоқ, әңгіме мен шығаруым емес, егер ол өздері келу керек қой. Мен бір-екі рет осы талпынып, оларға мен кәдімгі қолдау көрсеттім, бірақ аяғы сүйіліп кете береді. Тіпті кейбір командалар бір-бірімен төбелесіп, арғы бет бергі бет болып, сондай араласпай кеткен кездер болған. Осыдан 15-20 жыл бұрын. Мен қарным ашады, мен олардың қай-қайсысын ажыратып жүремін. Жалғыз мен емес қой, мен тек Шалқарға ғана тиесілі емеспін ғой. Мен жалпы бүкіл қазақтың жастарына ғой. Сондықтан егер шынымен бұл жерде жалғыз не емес, бұл жерде билік те бар бірінші кезек. Сол жердегі қоғамдық ұйымдарды мен жасаңдар деп жігіттерге айтып тіпті аталындай берген кезінде жаңағы мектеп басшылығы бар. Тіпті сол көшеде жүрген бір шамалап қол ұзындау азаматтар болса, бүйтіңдер деп шақырып жинап алып, бәрі жан-жақты жинайтын болса, кәдімгі адрестік бөліп алып, 1-2 жылда өзгертіп тастауға болады әдемі. Ондай мысалдар жетеді. Сізде былай ойыңызда бар ма осы шаруаны? Жоқ, бар, бірақ жас уақыт өте келе ол баяғыда емес қой. Баяғыда 200 сағат ұйықтап жүре беретін еді, қазір олай емес. Денсаулыққа байланысты кәдімгідей уақытында жүруің керек, оған арнайлап баруымыз керек деген секілді да. Енді тағы да бір қырыңыз аға өзіңіздің. Жалпы футбол жақсы қарайсыз? Иә. Қазір де қарайсыз ба? Қараймын. Жалпы футболдың бізде Шалқарда да қазір үрдіс алып жатыр ғой. Ақтөбе облысында жалпы әрбір аудандар каптар өткізіп жатыр. Бұл жобаларға қалай қарайсыз? Жақсы, мен 1-2 рет шақырды. Жаңағы мен тұрған үй жақтың балдары ұйымдастырып 2 рет шақырды, бірақ уақыты сәйкес келмеді. Негізі бір келіп кеткім келеді. Мен тіпті биылғы жылы біздің менің енді Шалқардағы 2-ші мектептегі класс жетекшіміз Жақсымұрат Ешмұратов ағайымыз болды. Ол физкультурадан сабақ берді. Ол кісі спорттық гимнастикадан негізі маманы. Талай жаңағы шпагат, мостик деген нәрсені үйреткен ағай. Жұрттар футбол ойнап жатса, біз сөйтіп айналысады, жаңағы ешектен секіру деген сияқты, баспен тұру деген ағай көбісін үйретіп көріп кеткен негізі. Содан биылғы жылы әртүрлі әңгіме болған. Мен сол кезде айтқам, ағайдың атында жеңіл атлетикадан, спорттық гимнастика емес, жеңіл атлетикадан неге жарыс сөйтіп, ол кісілерді алдында жаңа ойлап отырған екен, сөйтіп ұйымдастырды. Жаман емес, әйтеуір жүгіруден сондай. Бізде қит етсе болды футбол, шағын футбол, волейбол болды. Мүмкін жаңа ат жарысы ұлттық не шығар. Неге жеңіл атлетикадан, неге неден ұйымдастырмаймыз? Сосын Шалқарда енді күрес қой, содан ұйымдастырады, жеңіл атлетикадан сондай бір қалыптастырса. Барлық жерде бірдей емес, тек ірі қалаларда ғана ұйымдастырады жеңіл атлетикадан, оны білінбей атады. Неге аудан орталықтан да ұйымдастырмайды? Мүмкін бар шығар, мен білмеймін, бірақ мен енді сондай ұсыныс айтқан. Жаман емес, кәдімгі ана жерде біраз не болып, біздің класстастар басқасында жүріп, өте қуандым. Бұл спорт деген ол не ғой? Дисциплина, тәртіп. Жалпы мектеп жасындағы балдар міндетті түрде бір спорттық үйірмеде болу керек, және бір өнерде болу керек. Осы екеуі екі жақтан алып шығады, ол немен қатар. Себебі қазір сабағымен, бірақ жаңағы тәрбиесіз берген білім емес дейді ғой. Тәрбие ол спорт, өнер, адамның ішінде жалпы қазақта бір міндетті түрде бір өнер қатар жүреді ғой. Ол ақын ба, ол білмеймін, ән сала ма, ол бірдеңелер ұйымдастыра ма, бірдеңе ұйымдастырып жүрген баланың ол да өнер. Оны қарамау керек. Бізде қазір ұйымдастырушылар аз өте. Біз бәріміз алға шығып кеткіміз келеді, бәріміз отырып бастық болғымыз келеді. Бірақ осыны басы-қасынан бастап А нүктесінен Б нүктесіне шейін жеткізетін адамдар аз. Ондайларды өсіріп шығару керек. Жалпы Есен Елеукеннің крышасы кім? Ешкім. Крышасы кім білмеймін де. Достарым,
мұндай бір не жоқ. Ағаларым бар, мен тіпті кейбір ағам мындай ағам бар деп айта алмаймын. Мысалы жұртқа жарияламаймын, бірақ үлкен қызметте болған ақын жазушы талай ақын ағалар, үлкен ағалармен араласам, маған қызық адамдармен сөйлесу, олардың өмірі қызығырақ, көбірек білгім келеді. Сондай. Менде ондай не жоқ. Кришам мынау, мен соның арқасында өмір сүріп жатырмын деген жоқ. Енді мына жайдарманда командалар кейде бір саяси дүниелерді айтпау керек нәрселерді айтып қойып, соның кесірінен бір таяқ жеп, ондай болды ма оқиға? Жетеді ондайлар. Бар. Енді балалық қой, бала болғаннан кейін ол кішкене артық айтып қою мүмкін, кем айтып қою мүмкін. Біз соларды ақыл айтып, былай айтуға болады деп. Жалпы барлығын айтуға болады. Айтпау керек деген әңгіме жоқ. Оны бірақ заңды түрде және ертең оған біреу іс қозғаса да ол заңды жағын қарау керек. Екінші жағынан адам деген әзілдей білу керек. Сен келіп алып, сен мынадайсың десем, мен сені қабылдамай қаламын. Есен аға, сіз былай едіңіз ғой десем, мен былай қабылдап қалуым мүмкін. Сондықтан да қазақ деген өзі жанамалап, мақтамен бауыздағандай қылып жеткізу керек қой. Баяғыдай жоқ қазір. Жалпы грек-рим күресімен айналыстым деп айтып қалдыңыз. Неше жыл? Шамалы бір ауылға бір ағамыз келіп, ол кезде трико жетпей, спорттық форма жетпей, жаңағы күресетін жер жетпей, бүкіл ауыл қатыстық қой. Ол ауылдан бір-екі жігіт шыққан шығар, ол шамалы уақытша болды. Бірақ ілімдерін білем. Приемдарын білесіз ғой, жалпы соны көшеде былай қолданған кездеріңіз болды ма? Жалпы жас кезде? Жоқ, ондай көп не болған жоқ. Біздің үй жақтың жалпы класстас серке жігіттер болды. Соның артында тұрдық, енді бала болғаннан кейін барасың ғой, енді ондай біреуді қирататындай ештеңе болған жоқ. Кейде бәрін бір қолыңызды бір сілтеп тастап кеткіңіз келетін уақыт бола ма? Болады. Ол кезде қалай қайтадан қайтасыз? Енді бір нәрсені көресің, кішкене ойға келесің. Қазір енді ондайлар аз. Бұрын жастық кезде болды ғой, эмоция деген десе мә деп шалқарша кәдімгі бетке шығып кетіп, эмоция деген сұмдық болды ғой. Мүмкін қазіргі деңгейге жету үшін де сол мінездің көмектескені көрінген шығар. Қорқып қоятын едік қой көп нәрседен. Мен анау нәрсені, көп нәрседен былай барынша қол сілтейтіндей кездерім аз болды. Кейбір адамдарды алыстан таныған жақсы да, ал жақындап қарап қалсаң, ол айтып жүрген сөзімен өзінің ісі сәйкес келмей қалуы мүмкін. Жалпы сіз қандай тұлғасыз? Мен айта алмаймын. Мен жалпы адамды танимын. Қандай мақсатпен менімен сөйлесіп отырған, қандай мақсатпен менімен араласқысы келетін, қандай мақсатта мен керек екенін бірден білемін. Және оны мен бетіме бірден тік айтамын. Мен соның жаман. Қойшы сен мындай деп айтамын. Оны біреулер қабылдайды, біреулер қысылып қалады, кейбіреулер өкпелеп кетеді. Мен бәрі идеальный мені көреді деп айта алмаймын. Менде сыртынан боқтап, сылап істейтін адамдар жетеді. Мен оны қашанғы оның бетіме өтірік айтып жүремін. Кейде тіпті жаңағы қолынан ештеңнің қанша тырысса да болмайды, сосын айтамын, сен болды, сен осы жерге сенің деңгейің мынадан асып көр, мынадан көр деп. Өмір деген күрес, өмір деген бәсеке, өмір деген осынысымен қызық. Рахмет аға. Олай болса бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Енді біздің Тұғырлы тұлға бағдарламасына бір-екі ауыз өзіңіздің тілегіңізді айтып, сонымен қорытындылайық. Басым көпшілігі сол біздің өңірдің, шалқардың азаматтары шығып жатыр. Бір-екі қарадым, сол талабыма нұр жаусын. Жалпы кез келген жасап жатқан дүниеде ол құр әңгіме емес, оның кішкене берер болу керек. Қанша дегенмен әр нәрсенің өзінің жауапкершілігі болу керек. Сен осы дүниені жасадың ба, сен жауапкершілікпен қара. Дайындалып келіпсің, бәрі жақсы. Мен саған енді бір жоғарыдан қарап отқан жоқпын. Мен бауырым есебінде айтып жатырмын, мәжін әдеммен шығарып салуға болады. Сондықтан да ауылымызға, облысқа, жалпы аймаққа, қазағыма деп айтуда пафос естілуі мүмкін. Жалпы жақсы көремін барлық қазақты. Барлық адамзатты жақсы көреміз ғой. Абай айтады ғой, адамзаттың бәрін сүй деп. Бірақ енді мен қалай айтайын, мен кез келген қазақтың жеріне, еліне барған кезде сол жерде менің тілімде сөйлеп, менің ана тілімде сөйлеп,
бір бақытты күліп жүрген адамдарды көп көргім келеді. Менің арманым сол. Я бір әркім өзі біледі, өзі мынадай деген нәрсе шығар, жоқ. Менің арманым ғой, армандау болмай ма не? Сондықтан сол туған жерге тек жақсы немен келгіміз келеді, жақсы жаңалықпен келгіміз келеді. Жалпы тек туған жер емес, жалпы барлық адамзат атасының нелер болса екен деймін. Сол дами беріңдер, бұдан да үлкен дүние болыңдар, телевизиялық жобаға айналыңдар, шоу болсын. Сенің де армандарың бар шығар, армандарың орындалсын. Көбінен армандай беріңдер. Армандап сол арманға бастар жолда тоқтап қалмай жүре беріңдер. Әумин. Рахмет. Бағдарламамыздың соңында тағы да бүгінгі сұхбатымызға демеушілік жасаған Ақтөбе Асфальт 2006 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қалауов Рақымжан мырзаға алғысымызды білдіреміз. Егер де сіздерге сапалы асфальт керек болатын болса, міндетті түрде төмендегі номерге хабарласыңыздар. Біздің атымыздан хабарлассаңыздар, әрине сіздерге белгілі дәрежеде жеңілдіктер болатын болады. Сондықтан тек қана сапаға жұмыс жасайтын осы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хабарлассаңыздар болады.